Баршаңызға сәлем, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге 1-3 рецепт ұсынамын. Біріншіге қайнатпа сорпа өте дәмді, екіншіге қуырылған шампиньондар және қызара піскен картоп. Өте дәмді, ерекше рецепт. Және де әрине салат. Салат өте жеңіл, дәмді, ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді бірінші сорпамызды дайындаймыз. Сорпаға еті неғұрлым көп болса, соғұрлым сорпамыз дәмді болады. Және де қойдың еті жақсы болады. Менде қойдың омыртқалары қақпағын жауып, астын жай басып қоямыз. Енді қамырымызды илейміз. Бір жұмыртқаға 50 грамм су, тұз және ұнымызды қосып, нығыз қамырымызды илейміз. Демалдырып қоямыз. Етіміз піскесін, еттерімізді сүзіп аламыз. Ет бұлбырап, әдемі болып піскен. Менің еттерім шамамен 1 сағат 20 минуттай пісті. Енді осыған бүтін бір пиязды саламыз. Пиязды кейін сүзіп алып тастаймыз. Және туралған картоптарымызды саламыз. Астын жай басып қоямыз да қамырымызды илеуге кірісеміз. Лавр жапырағын ұмытпаймыз. Татымына қарай тұздаңыз. Менің еттерім тұзды болғасын, тұз қоспадым. Енді қамырымызды алып, жұқалап жайып шығамыз. Тіптен жұп-жұқа қылып жаймаңыздар. Шамамен қалыңдығы 2 мм болады. Қамырымызды оқтаудан осылайша шешіп аламыз да, кәдімгі кеспеден сәл жуандау етіп турап шығамыз. Енді жаңағы салған пиязымызды сүзіп аламыз да, осы сорпаға туралған кеспелерімізді салып шығамыз. Бір бұрқ еткесін астын өшіреміз. Өзінің сорпасының ыстығымен кеспелеріміз піседі. Қақпағын жауып қоймаңыз. Егер қақпағын жапсаңыз, кеспеңіз езіліп, көбейіп кетеді. Енді жаңағы піскен еттерімізді алып турап, қайтып сорпамызға қосып, араластырып шығамыз. Осымен кеспе көжеміз дайын. Біздің қайнатпа сорпамыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Асқазанға жеңіл, дәмді әрі пайдалы. Енді екінші тағамызды дайындаймыз. Екінші тағам бізде қуырылған шампиньондар мен қызара піскен картоптар. Алдымен картоптарымызды жуып, тазалап, видеодағыдай турап шығамыз да, тұздаймыз, кішкене қара бұрыш қосамыз, паприка қосамыз және сұйық май қосып, картоптарымызды жақсылап араластырып шығамыз. Қосылған дәмдеуіштер картоптарға біркелкі жағылып шығуы керек. Енді осы картоптарымызды противеннің үстіне салып, 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Картоптардың сырты қытырлақ, іші жұмсақ болады. Енді картоптарымыз піскенше саңырауқұлақтарымызды дайындаймыз. Саңырауқұлақтарымызды жуып, тазалап, видеодағыдай 2-ге бөліп, егер ірі шампиньон болса 4-ге бөліп шығасыздар. Және сковородкаға майымызды қыздырып, осы шампиньондарымызды қуырып аламыз. Бір шамамен 5 минуттай қуырып алғасын. Тұздаймыз. Қара бұрыш қосамыз, паприка қосамыз. Дәмдеуіштер қалауыңызбен, тағы қосымша қалауыңызбен дәмдеуіш қоссаңыз болады. Енді майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Пиязымызды қосқасын тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Отымыз орташа, қатты емес, жай емес. Енді духовкада піскен картоптарымыз дайын болды. Осы картоптарымызды шампиньондарымыздың үстіне қосып, араластырып шығамыз 1 минуттай, сосын астындағы отын өшіреміз. Отын өшіріп бола салысымен укроп пен чесногымызды майдалап турап қосып бір араластырамыз. Осымен біздің екінші тағамымыз дайын. Өте дәмді, өте тәбетті, ашарлық, керемет тағам. Жасап көріңіздер. Бұл тағамның да піскесін қақпағын жауып қоймаңыздар. Қақпағын жапсаңыздар, буланып, суланып кетеді. Ал енді салатымызды жасайық. Бізге салатымызға піскен ет қажет болады. Менде сиырдың еті. Піскен картоп қажет болады. Картопты майдалап турап қосып шығамыз. Және піскен сәбізімізде дәл солай майдалап турап қосып шығамыз. Енді свежий қиярымызды турап қосамыз. Салат жапырақтарында майдалап турап қосып шығамыз да. Грек жаңғағын осылайша оқтаумен немесе басқа бір затпен орташа майдалап шығамыз. Не ірі болып кетпеу керек, немесе тіптен ұнтақталып кетпеу керек. Орташа. Ұнтақталған грек жаңғақтарымыз салатқа қосамыз. Кішкене тұз қосып жібереміз, қара бұрыш қосамыз, майонез қосамыз. Және салатымызға кішкене пикантты дәм беру үшін кішкене лимон сығындысын қосып жібереміз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді, жеңіл.
міндетті түрде осы менюмен жасап көріңіздер, барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Және бұл тағам ораза кезінде өте дәмді. Және де менің инстаграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға алдын ала рахмет.